Жан әке, асыл едің, ардақ дедің, байсалды, салихалы, салмақ дедің. Алланың өлшеп берген өмірінің көбісін ұлтың үшін арнап дедің. Тірлігіңе ешкімсін айта алмады, іскер басшы бола алдың, жайсаң жаны, өзің сүйген ісіңнің қай кезде де маман емес болдың шын майталманы. Тәрбиелеп ұл қызды күнімдестің, күн сайын білгеніңе білім қостың. Анамызбен екеуің ұзақ жылдар мағыналы бақытты ғұмыр кештің. Қатарыңнан қара үзіп дара жүрдің, талай топпен доданы жара білдің. Халқыңдағы тамаша қасиетпен жастарға қамқор аға бола білдің. Жүрген соң ізгілікке ғашық болып, көрмедің қиындықтан жасып қалып, ауылдағы ағайын бауырларды шақырдың тура жолға мешіт салып. Аллаға ғана айтып арызыңды, біздерге бола білдің нағыз үлгі. Қасиетті қағбаны зиярат қып, орындадың қажылық парызыңды. Мән жайын кісіліктің білуші едің, кісіні жарты сөзден ұғушы едің. Қиналған адам көрсең, жаның ашып, қол ұшын бердің келіп тұрушы едің. 5 уақыт намазыңды өтеп жүрдің, тәуекел бір Аллаға ете білдің. Алысты жақын етсем деп жүріп ақ, абырой биігіне көтерілдің. Әкетай, сен аңсаған кезімізде, айта берсек таусылмас сөзімізде, езіліп ет жүрегі ұл қызыңның, ып-ыстық жас келер көзімізге. Айырылмау ата-анадан, бала арманы, адамның қолында емес адам жаны. Әлемдік деңгейдегі дәрігерлер ажалдан арашалап қала алмады. Көп еді арманың да, жоспарың да, аттандың бәрін бізге тастадың да. Дүние жалған деуші ед, мән көп екен аталар айтқан сөздің астарында. Сен ойла күн батқанда, таң атқанда, әлемге Алла нұрын таратқанда, біздерге сендей әке берген үшін мәңгілік қарыздармыз жаратқанға. Бүгінде өзің жоқсың жанымызда, әр айтқан сөзің бірақ жадымызда. Өсиетің өмірге бағдаршам боп, қасиетің сақталды қанымызда. Арман көп, әлі талай термелерміз, өмірге кету үшін келген елміз. Өкпе жоқ, өкініш көп дегенменен, тағдырға мойын сұнған пенделерміз. Тер төктің қаншама жыл халық үшін деп, сақталған ел жадында мәртісің көп. Артыңда қалған біздер дұға етеміз, пейіште нұрың мәңгі шалқысын деп.